Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге өте дәмді болып шығатын тағамның рецептімен бөлісемін. Алдымен ыдысымызға бөлме температурасындағы суымызды құйып, оның үстіне тұз саламыз, одан соң жұмыртқа салып араластырамыз. Алдын ала еленген ұнымызды массамызға қосып қамырды иірейміз. Басында лопаткамен араластырамыз. Ұнды бөліп салыңыздар. Осы кезде кішкене сұйық май құйып қамырдың иілуі қанғанша елеп, одан пакетке салып қамырды 20 минут дем алдырып қойыңыздар. Енді ораманың ішіне салатын салмасын дайындаймыз. 2 картопты теркадан өткеріп, пиязды ұсақтап турап аламыз. Үстіне фаршымызды салып, дәміне қарай тұз, қара бұрыш, паприка саламыз. Жақсылап араластырамыз. Салмасы дайын. Енді қамырымызды жаямыз. 5 бармаққа жайғанда қамырды жұқа етіп жаюымыз қажет. Ұлпа сеуіп басында қамырдың шеттерін жайыңыздар. Орап жайған кезде қамырдың ортасына ауырлық салмай жайса, қамыр біркелкі тегіс болып жайылады. Мінекей қамырымыз жұп-жұқа әдемі болып жайылды. Енді осының үстіне сұйық май құйып, қамырдың барлық жерін майлап аламыз. Дайындап алған салманы қамырға бір тегіс етіп жайып, одан соң орап алыңыздар. Орама сонымен дайын болды. Енді мантыварканың листін майлап ораманы орналастырамыз. Енді ораманың үстіне май жағып, 40 минут көлемінде пісіріп алыңыздар. Енді ораманың үстіне тұздық дайындаймыз. Ол үшін табаға сұйық май құйып, қызғаннан соң ұсақтап туралған пиязды салып қуырамыз. Дәміне қарай тұз, паприка салыңыздар. Қалауыңызша томат салсаңыз да болады. Қақпағын жауып 10 минут бұқтырып қойыңыздар.
Орамамыз дайын болды. Бөліктерге бөліп тарелкаға саламыз. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Егер де осы рецептпен жасаған болсаңыздар, төменге пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Әр пікір мен үшін маңызды. Енді үстіне тұздығымызды салып дастарханға ұсына беріңіздер. Егер рецепт ұнаған болса, лайк басып каналыма тіркеліп кетіңіздер достар. Видеоны соңына дейін көрген болсаңыздар, назарларыңызға көп-көп рахмет.